Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен бірге ең оңай дайындалатын тортты жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып қоңыраушаны баса кеттіңіз. Қамыры 3 ингредиенттен тұрады. Бізге 200 грамм ұн, 150 грамм қант ұнтағы және 6 жұмыртқа керек. Жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін қант ұнтағын қоса береміз. Осылай жұмыртқамыз ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Ұнды қопсытқыштан өткізіп алып, жұмыртқамыз бен ұнды сағат тілімен бірдей бағытта жақсылап араластырамыз. Міне қоюлығы өздеріңіз көріп тұрғандай болады. Енді арнайы қағазымыздың бетіне май жағып, қамырымызды құйып, тегістеп, духовкаға пісіреміз. Енді қамырымызды 180 градуста 12 минут пісіреміз. Тортымыздың кремін дайындай берейік. Бізге 400 немесе 500 мл кілегей керек болады. Кілегейге өз талғамыңызға сай қант ұнтағын қосасыз. Мен орташа мөлшермен 150 грамм қант ұнтағын қостым. Қант ұнтағы мен кілегейді жақсылап араластырып алып, оны миксерлейміз. Міне араластырған кезде ізі қалатындай қою болды. Кремін осындай дәрежеге жеткіземіз. Міне біздің қамырымыз пісті, оны арнайы домалақ қалыппен кесіп аламыз. Егер арнайы қалыптарыңыз жоқ болса, онда стаканмен кессеңіздер де болады. Ауызға салса еріп кететіндей жұп-жұмсақ болып пісіпті. Енді креміміз жақсы жабысу үшін осындай шәрбат дайындаймыз. Оны дайындау үшін 50 мл суға 50 грамм қантты қосып ерітеміз. Сосын қамырымыздың үстіне жағамыз. Ал домалақ қалыптан асқан қамырларымызды блендермен езіп, ұсақ етіп үгітіп аламыз. Барлық заттарымыз дайындап алдық. Ал енді кремімізді жағайық. Тортымыздың барлық жағында крем толық жағамыз. Сосын ұсақтап алған қамырымызды кремнің үстіне жапсырамыз.
Міне тортымыз дайын болды. Жұмсақ, сондай дәмді. Дәмі сондай күшті болыпты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазыла кетіңіз.